Сәлем достар, бүгін сіздермен орешкидің рецептімен бөлісетін боламын. Ал кеттік, ұнымызға қамыр қопсытқыш қосып, үстіне бөлме температурасындағы құрамы таза 72%-дық майды қосып, ұсақ үгінді жасаймыз. Жеке ыдысқа 2 жұмыртқа, оның үстіне қантты салып, венчикпен араластырып аламыз да қамырымыздың үстіне құямыз. Қамырды қолымызбен илеп аламыз, қолымызға жабыспай, қолда шықырлап тұратын песочная қамыры шығады. Дайын болған қамырды тоңазытқышқа 1 сағатқа салып аламыз. Суыған қамырымыз 6 немесе 7 грамм таразы арқылы өлшеп, видеодағыдай бөліп домалатып аламыз. Енді домаланған қамырларымызды қызып тұрған орешницамызға салып, бетін жауып 4-5 минуттай пісіреміз. Басында 4-5 минуттай піседі, кейін қарап отырсаңыздар, жақсы қызып алған соң 2-3 минутта пісіп шығады. Менде белочка деп аталатын орешница. Мінекей, орешкаларымыз дайын болды. Енді піскен орешкаларымыздың ішінде шетіне шығып кеткендері болса, сүзгіштің көмегімен дәл видеодағыдай шеттерін қырып тастаймыз. Енді ішіне салмасын саламыз. Салмасына мен Дептің қайнатылған қойытылған сүтін пайдаландым. Қайнатылған қойытылған сүтімізді кондитерлік қапшыққа салып аламыз да, орешкаларымызды толтырамыз. Классикалық үлгіде екі жағына салмасын салып жауып жей бересіздер, немесе ортасына салмасын салған соң грек немесе миндаль жаңғағын салсаңыздар болады. Өз қалауларыңызша жасасаңыздар болады. Осымен орешкаларымыз дайын болды. Сіздерге тәтті әлемде сәттілік тілеймін. Алдағы уақытта кездескенше.